Мен Меруерт Махамбетқызы, Шымкент қаласы Лермонтов атындағы нөмірі 17-ші жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Педагогикалық еңбек өтілім 25 жыл. Аталған мектепте 15 жылдан бері еңбек етемін. Осы тәжірибемде педагог шебер, мектеп тренері сертификаттарын алдым. Педагогикалық ұстанымым бүгінгі күннің жаңалығынан сырт қалмай ізденісте болып, жаңа Қазақстанға лайық жаңа білім, жаңа тәрбие беру жолында қызмет ету. Мектеп платформасы бойынша жұмыс істеуді тапсырған болатынмын. Онда сендер қандай мәтінмен бойынша жұмыс жасадыңдар? Қандай мәтін туралы оқыдыңдар? Қуаныш? Қазақстанның қызыл кітабы. Иә, бұл мәтін не туралы екен? Бағдәулет? Жойылып бара жатқан жәндіктер мен жануарлар туралы. Жақсы. Және өсімдіктер туралы. Жарайсыңдар. Енді сендер негізгі ақпарат және қосымша ақпарат туралы оқыдың. Қазір мен сендердің сол тапсырмаларды қалай істегендерін туралы көрейін. Кімнің қаншалықты балл жинағандығы, үй тапсырмасын өздігінен оқып, өздігінен тапсырмаларды орындау. Төңкерілген сынып әдісі бойынша оқушылар онлайн мектеп білім беру платформасын пайдалана отырып, сыныптан тыс үйде мәтіннің негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау керектігін өздігінен оқып, тапсырмаларды орындап келді. Енді жақсы, енді қосымша ақпараты не екен осы мәтіннің? Аружан айтады. Қосымша ақпарат мәтіндегі ақпаратты ойды толықтыру. Жарайсың. Бүгінгі дәрі-дәрмектердің 50%-дан астамы химиялық заттардан алынады. Бірақ алғашында олар өсімдік құрамынан табылған. Сарымсақ қан қысымын және қандағы қант пен холестерин мөлшерін төмендетеді. Сондай-ақ оның құрамында бактерия. Сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер әлемі деп аталады. Яғни біз осы сабағымызда мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаймыз және амоним, антоним, синонимді үйренеміз. Ол үшін балалар сендер ескермей болса, сендер бастауышта қарсы мәнді сөздер деген тақырыпта сабақ өткенсіңдер, иә? Соны кішкене қайталап жіберейікші. Қазір ай мектеп платформасын ашыңдар. Сол платформада қарсы мәндес сын есім Оқытудың спиральді тәсілі арқылы соңғы оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін бұрын алған білімдерін, яғни мәндес сөздер мен қарсы мәндес сөздер тақырыбына шолу жасау мақсатында ай мектеп ресурсын қолдандым. Нәтижесінде оқушылардың жаңа терминдерді жеңіл меңгеруіне септігі тиді. Есімдерді көрейік. Мен сын есімдерді білемін. Олар заттың түрі, түсін, пішінін, дәмін, басқа да түрлі белгілерін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үлкен, қызыл, дәмдама. Жарайсың. Мұны білгенің жақсы. Ал енді үлкен, дәмді сөздерге қарама. Сендер ай мектептің платформасында ойын ойнадыңдар, дұрыс емес деген. Кім қанша уақытта ойын ойнап бітірді? Дастан қанша уақытта? 15 секундта бүкіл. Секундта біттің, я 15 секундта. Тағы да, Бағдәулет? 18 секундта біттің. Аружан? 19 секунд. Жақсы. Жансезім? 20. Қатемен 13 секундта. 13 секундта біттіңдер. Міне, тапсырма қиын болды ма балалар? Жаңа сабағымызды білімдер платформасы арқылы мен көрсетуім керек. Жаңа сендер қарсы мәндес сөздер туралы ай мектептен біліп алдық, иә? Оны сендер бастапқы оқып келесіңдер. Енді Жаңа сабақты түсіндіруде білімлен тапсырмаларын емес, конспектісін ғана пайдаландым. Оның себебі сабақтың смарт мақсатына жету үшін ресурсты тиімді қолдануға тырысқандығым. Ойын ойнаймыз. Ойынның шарты бойынша қазір кім сабақ айтатынын мен айтпаймын, компьютер шешетін болады. Сондықтан қаны көрейік кім жауап береді екен біздің сұрағымызға. Асылбек жауап береді. Асылбек, сенің сұрағың амоним деген не? Амоним болады. Мысалын айтып көрейін. Қара. Тақтаға қара.
Үкпете бағдарламасы арқылы цифрлық үлгіде оқушыларды топтастырдым. Бұл бағдарламаның тиімділігі сол, өте ыңғайлы. Бір батырмамен топқа бөлуге болады және топтастыруға кететін көп уақытты үнемдеуге болады. Қазір қабырғадан оқу деген әдіс бойынша жұмыс жасаймыз. Көріп тұрғандарында қабырғада мәтіндер ілініп тұр. Қазір әр топтан бір-бір оқушыдан шығып, мәтінді барып оқып, өзінің тобына келіп айтып береді, қалғандарын оның айтқанын жазып аламыз. Бұл бірінші критерий бойынша жұмыс. Екінші критерий сол жазғандарының ішіндегі амоним бар ма, антоним бар ма, синоним бар болса, астын сызып қоямыз. Одан кейін барып жұмысымызды қорғаймыз. Жарайды ма? Енді бірінші топ сендердің жұмыстарың мына жақта, екінші топ сендердің жұмыстарың мына жақта, үшінші топ сендердің жұмыстарың мына жақта. Қабырғадан оқу әдісінде айтылым, тыңдалым, жазылып, оқылым дағдылары қатар орындалатын өте тиімді әдіс. Қабырғадағы мәтінді қаншалықты көлемде алу мұғалімнің шешімі. Менің жағдайымда жаңылтпаш мақал-мәтелден құралған 2-3 сөйлем ғана болды. Әрі осы сөйлемдер арқылы тілдік бағдарда қамтылды. Нәтижесінде оқушылар есте сақтау қабілетін дамытады, айтылым, жазылым, оқылым, тыңдалым дағдыларын шыңдайды, жаңа білімдерін тәжірибеде қолданады. Алма деген ол адамның атын білдіреді және бір затты алма деген. Жақсы. Екінші топ жазған сөйлемдер оқимыз. Ащы ұзын, ақылы қысқа. Бұл жерде антоним ұзын қысқа. Жақсы. Үшінші топ Шығарма жазып бітірдім, бұл сөзді естен шығарма. Ояқта шығарма деген сөзді омоним. Шығарма деген шығарма жазу, бұл сөзді естен шығарма деген. Немесе есіктен шығарма деген мағынада, екі түрлі мағына келді. Бұны қандай сөз деп атап кетеміз? Амоним деп атап кетеміз. Жақсы, тағы айтатындар болса екінші Ерасыл. Ал енді топтық жұмысымыз бастайық. Мына жерде тілдік бағдар бойынша өсімдіктер әлемі, антоним, амоним, синоним деген тақырыптар бойынша сұрақтар болады. Яғни оңайдан қиынға қарай, оңай сұрақтарымыз 100 балл болса, қиын сұрақтарымыз 500 балл. Мұндарымызға бастаймыз. Бірінші топ сұрақты таңдаймыз. Антоним 300 таңдаймыз. Білімді алтын көзі ашылатын, надан жан қара бақыр шашылатын. Бұл жерде антоним білімді надан. Білімді және надан. Тексеріп көрейік, дұрыс педен, дұрыс емес педен. Білімді және надан. Бірінші топқа балл береміз. Ал екінші топтың кесегі толғанай айтады. Қайсын таңдаймыз? Антоним 500. Антоним 500. Яғни екеуінің жасы шамалас, бірінің шашы қара шаш. Жалғасына береміз. Қандай амонимді шаш деген ма? Шаш деген, я? Мағыналар қандай оны? Бірінші адам шашы, бірінгені бір затты шаш деген. Бір затты шаш, ол етістік болады дегенді, және шаш, адамның шашы, ол зат есім болады. Ал үшінші топтың кезегі қояқ. Өсімдіктер әлемі 400. Өсімдіктер әлемі 400. Қазақстанның қызыл кітабындағы негізгі ақпарат не ол? Негізгі ақпарат ол қызыл кітаптың түстері. Қызыл кітаптың түстері. Үш жауап айтып көреміз ба? Ал өздерінің тобына не айтамыз? Өсімдіктер мен жануарларды қорғау. Ал көрейік онда. Үш жауабымыз. Ал келесі бірінші топтың кезегі бөлім қайсысын таңдайсың? Синоним 300. Алыстан бір қара көрінді. Ішперде. Амоним сөз бар ма? Келсіңдер. Топпен келісіп тапсаңдар. Уақыт бітті. Кім айтады? Кім жауап береді? бір қара деген сөздің қалы қара деген сөз. Қарай мағынасы қандай? Адамға қара деген. Адамға қара етістік білдіреді және сөз білдіреді екен. Сондықтан да ол амоним.
Сабақты қорытындылау мақсатында Jeopardy Labs бағдарламасымен викториналық сұрақтар интерактивті ойынын жүргіздім. Бұл ойын топтық сайыс түрінде өтеді, яғни әр топ білімдерін сынау арқылы балл жинайды. Ойынның нәтижесінде оқушылардың бәсекеге қабілеті артады, бірлесе жұмыс істеп, бір-біріне көмектесу арқылы білімдерін арттырады. Қай топ ең жоғары балл жинады екен? Жоғары балл бұл жерде 800 балл. 800 балл жинаған екінші топ. Бірінші топ 600 балл жинады. Жарайсыңдар. Сабағымыз аяқталып келіп жатыр. Енді мен үй тапсырмасын беремін. Үй тапсырмасын сендер айтест платформасы бойынша жұмыс жасайсыңдар. Ол бойынша сендер бұрында жұмыс істеп жатырсыңдар. Айтест платформасына кіріп, қазақ тілін таңдаймыз. Лексиканың ішіндегі балалар, бүгінгі сабағымыз қандай біздің тауып аламыз да, конспектісін оқып шығамыз. Мінекей, мына жерде тағы да толық кең түрде ақпарат берілген, бұдан оқып аламыз. Бұдан кейін барып, міне, бөлім бойынша тест тапсыру деген бар. Міне, мына тестті тапсырып, барлығы 20 балл болады, ең жоғары 20 балл. Осы тапсырманы үйде тест жұмысын ретінде істеп келеміз. Түсінікті ме тапсырма? Бүгінгі сабақ бойынша не түсіндіңдер? Қандай әсер алдыңдар? Қай платформада жұмыс істеген сендерге қызықты болды? Басқа топтарға бөлінгенде өте қызық болған тапсырмаларды іздедік. Иә. Қызық тапсырма, жансыз тапсырма. Видеоролик тамашалаған саған ұнады, иә? Викториналық сұрақтармен жұмыс істеген соған айтылды. Ерасыл? Мен бұл жерде топтық жұмыс қабырғадан оқуларды, бұл жерде көптеген мәліметтер болды. Сіздің рефлексияларында мен сендерге WhatsApp чаттарына жібердім, соған кіріп, маған не айтқыларың келеді? Яғни, мынау жетістік баспалары арқылы өздерінің әсерлерімен бөлісесіңдер. Яғни, сендер бүгінгі білімдерің бойынша қандай жетістікке жеттіңдер? Мына баспалдақтың қайсы баспалдарына келіп тұрсыңдар, иә? Міне қараңдар, ең төменгі сатысында тапсырманы орындағым келмеді, қатты қиналдым дейді екінші баспалдақ, үшінші баспалдақ орындай алмадым дейді, төртінші баспалдақ достарым көмектесті дейді, бесінші баспалдақта бәрін меңгеріп алдым дейді. Яғни осы сөздерді қолдансаңдар болады, болмаса Оқушылармен кері байланыс түзуге, әсерлері мен идеяларын ортақ пайдалану үшін Padlet виртуалды тақтаны ұсынды. Олар сабақ соңында WhatsApp желісінде жетістік баспалдағы әдісі негізінде кері байланыс берді. Padlet цифрлы бағдарламасының тиімділігі оқушылардың кері байланысы бір жерде жинақталып тұрады, қалаған уақытта сілтемемен ашып оқуға болады.